Алматы жастарына берілетін ипотекалық бағдарламаның басталуына 5 күн 13 сағат қалды. 2024 жылы бірнеше өзгерістер енген. Бұл Алматы жастарына құжат қабылдау 9 июль мен 7 август аралығында болады. Енген өзгеріс ол біріншіден тұрақты тіркеу, яғни прописка сұрайды. 2024 жылы қатысатын болсаңыз, міндетті түрде Алматы қаласында пропискада тұру керексіз. Ол временный, уақытша емес, постоянныйда. Екінші енгізілген өзгеріс, ол жерде 2019 жылы 5 жылға арендный жүйе алған, именно сол арендный жүйеде тұратын жастарға да отдельный пункт болып тұр. Яғни сіз 2024 жылы декабрь айында үйіңізді тапсыратын болсаңыз, сіз 18 миллионның 10%-ін 1 миллион 800 отбасы банкте жинаған болсаңыз, сіз балыңызға сәйкес міндетті түрде өте бересіз. Яғни 2024-те арендный жүйенің кілтін тапсыратын болғаннан кейін биылғы Алматы жастарына ипотека алуға мүмкіндік беріліп тұр. Бәріміз білеміз, 2019 жылы 1040 адам арендный жүйе алған. Ол кезде арендный жүйенің негізгі условиясы 5 жыл аренда болатын. Енді Алматы жастарына кімдер қатыса алады? Бюджеттік организация сотрудниктары, оның ішінде білім беру, денсаулық, қорғау органының қызметкерлері, коммуналдық қызмет, әлеуметтік сала, бұқаралық ақпарат құралдарының сотрудниктары, мәдениет саласы, спорт саласы және жоғарғы оқу орнының қызметкерлері қатыса алады. Бұл жерде әр категория бойынша 1040 үй берілетін болса, әр категория бойынша ең жоғарғы балл алған адамдардан негізгі тізім жасалады. Сіз балыңыздың аздығына байланысты резервтік тізімге ілінуіңіз мүмкін. Ондай жағдайда не істейсіз? Егер бірінші конкурстан өтесіз, балыңызды есептеледі бір ай көлемінде, соған сәйкес өзіңіздің орныңызды табасыз, яғни балға сәйкес орналасасыз. Балыңыз жетіп конкурстан жоғары балл алып, сіз өтсеңіз, негізгі тізімге ілінсеңіз, сіздің 15 күн ішінде отбасы банкке барып, немесе онлайн тұрғыда платежеспособность дейді ғой, төлем қабілеттілігіңізді растай аласыз. Төлем қабілеттілігін растағаннан кейін сізде 45 күн ішінде бірінші нарықтан немесе екінші нарықтан үй таңдап, яғни Алматы жастары ипотекасынан бағалаудан өтетін үйді таңдап, сіз 45 күннің ішінде құжатын дайындап үлгеру керексіз. Сол 45 күннің ішінде, яғни ипотека оформить ету керексіз. Және сондай-ақ сіздің айлық табысыңа сәйкес максималды бұл жерде кредит суммасы 18 миллион. Сіз, например, Алматы жастарының қатыспасы бұрын отпускаға шығып кетсеңіз, мысалы, мектептерде болады, майдың соңында отпускаға жібереді, июль айларында. 2 айда пенсионға түспей қалады деген сияқты, немесе басқа да без содержания алып кетеді деген сияқты болса, сіздің түскен пенсионный отчислениеңізге сәйкес сізге кредит көлемі әртүрлі болуы мүмкін. Яғни максималды сума ол 18 миллионды құрайды. Егер сіздің отбасы құрған жылыңыз көп болса, балаңыз болса, ол әрқайсысы балл болып есептелінеді. Одан сізде жоғары балл алу мүмкіндігіңіз бар. Алматы қаласында осы уақытқа дейін Алматы жастары ипотекалық бағдарламасында прописка сұранбайтын, осы жылғы негізгі ерекшелік прописка. Сондықтан да сіздердің тұрақты тіркеуге тұрып үлгеруге уақыттарыңыз бар. Барлығыңызға сәттілік.